достар, арнамызда әдеттегідей Art School телеарнасы және де оның жүргізушісі мен Тілепов Асулан. Нөмірі 9 мектеп гимназиясы барлық қарттарды шын жүректен құттықтайды және соған байланысты біз үлкен мерекелік іс-шара жасағанбыз. Сол мерекелік іс-шараға шолу жасайық. Бізбен бірге болыңыздар. Зейнеткерлерімізге 9-шы мектептің мереке құтты болсын, денсаулықтарыңыз зор болсын. Үшінші орынды алған азамат, оқушымыз 2-ші батальонда оқушымызда Мәдина үміт күтіп отқан біздің болашақта жарысқа қатысып, алтын медальға ие болады деген үміт көрміз. Өз аты жөніңізді айтып өтсеңіз, таныстырып. Жақсы, рахмет. Мен Сәрсенбетова Аля Әлімбаевна. Осы 93 жылдан бері 2006 жылы зейнеткер болып осы мектептен кеттім. Бүгін енді Бибігүл Қуанышевна осы мектептің зейнеткерлерін мерекеге шақырып, біз өте қуаныштымыз. Жақсы, көптен көп рахмет. Осы мектебіміздің жақсы орын алып жатқанына, мұғалімдері, ұстаздары барлығы жақсы нәтижеге жетіп, балаларды жақсы тәрбиелеп, осындай бізді қуанытып, осы мерекеге шақырғанына көптен көп рахмет. Мектепке тілейтінім мұғалімдерге, ұжымға көптен көп рахмет. Денсаулықтары зор болсын. Осы мұғалім ретінде нәтижесіне жете берсін деп тілек білдіремін. Рахмет сіздерге. Бүгінгі мерекелік іс-шара өзіңізге ұнады ма? Ұнады, өте ұнады. Қандай жақсы биші балаларымыз бар екен, қандай жақсы әдемі, өсіп келе жатқан музыкант бар екен, дайындау тобынан келген балаларымызға өте сондай ризашылық білдіреміз. Осындай балалар келе жатқанына, осы келешегіміз осы мына балаларға қарағанда жақсы болады деп сенеміз. Рахмет, Алла сізге көп рахмет сұхбатыңызға. Сізді еңбегіңіздің жемісін көріп, шәкірттеріңіз сіздің есіміңізді биікке асқақтата берсін, бала-шағаңыздың қызығын көріңіз. Рахмет қағам, сіздерге жақсы, аман сау болыңыздар. Сау болыңыз. Саламатсыз, қош келдіңіз номер 9 мектеп гимназиясына. Жалпы өз-өзіңіз таныстырып өтсеңіз.
Менің есімім Айман Ақанқызы. Осы мектепте 24 жыл қызмет атқарып, зейнеткерлікке шығып, үйде демалып отырған жағдай. Бүгінгі күні міне мектеп гимназиясының ұстаздары, оқушылары, әріптестеріміз бәріміз қазіргі қарттар мерекесіне арнап өзіміздің ардагерлерімізді кереметтей бір кереметтік іс-шара ұйымдастырған болатынбыз. Іс-шара ұнады ма сізге? Іс-шара өте ұнады. Шәкірттеріміз мінекей жан-жақты өлеңін оқып жатыр, өздерінің биін билеп жатыр, ән шырқап жатыр. Бәрі өте орынды, өте тәртіпті балалар. Жүрген жүрісі, тұрған тұрысы бәрі сондай ұнады бізге. Өлеңдері де адамның жүрегін жылытатындай әжелерге арналған. Билері де тамаша. Осындай жетістіктерге жете беріңдер. Оқудың озығы болсын. Алған мақсаттарынан таймай жетістіктерге жете беріңіздер. Біз қуанып, соның қызығына кенеліп, батамызды беріп, әжелер мінекей барлық келіп отыр. Тілектерін айтып жатыр. Соның бәрі қабыл болсын. Рахмет ау. Барлық жақсылық тілеймін. Осы жаңа оқу жылын жақсы бастадыңдар, жақсы аяқтаңдар. Рахмет. Сізге де көп рахмет, Айман Ақанқызы. Сіз де өзіңіздің бала шағаңыздың қызығын көріп, немере шөбере көріп, немене шөпшекке дейін жете беріңіз. Ұстаздарыңыз, шәкірттеріңіз сізді әрдайым биік-биік белестерге асқақтатып жүре берсін сіздің есіміңізді. Сұхбатыңызға рахмет. Рахмет сендерге. Қарты бар үй, қазынаға толы үй демекші. Бүгінгі осындай кереметтей қарттарымызды, ардагерлерімізді осындай жақсы мерекелік іс-шарамен құттықтаған болатынбыз. Ендеше қарттарымыздың, ардагерлеріміздің ой пікірін сіздер де бізбен бірге бөліскен болатсыздар. Ендеше біздің арнамызда жазылыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Арнамыз тетікті бассаңыздар шығады. Art School арнасы. Бізбен болыңыздар.